Бізді тарихтан бері көгертпей, көктетпей, құртып келе жатқан Орыс пен Қытай. Осыны білу керек. Әлі жарты жеріміз Қытайда жатыр. Жарты жеріміз Қытайда жатыр. Ұмытпаңдар қазақтар. Ол қазақтың жері. Ал әлі Қазақстан дейтін ел Орыстың қуыршағы. Әлі біздің бүкіл байлығымызды Орыс сіміріп отыр. Орыс әлі біздің жер асты байлығын ұстап отыр. Қазір ұлттық банкімізге дейін Орысқа сатып жіберді дейді, беріп жіберді дейді. Біздің бүкіл осы валютамызды Орыс басқарады дейді. Бәленбай кенішіміздің бәрі Орыстың қолына өтіп болған дейді. Көрдің ба? Қытайдан келетін қазақтан қазақ тілінен емтихан алады екен. Мына қазақтың шұбарланған, адам түсінбейтін мына биліктегілердің орысшадан тік аударған калка тілі, яғни көшірме аударма тіл қазақ тілінен емтихан алады екен. Бірақ Ресейден бізге келіп азаматтық алған бәленбай миллион орыстан қазақ тілін алмайды екен. Міне көрдіңдер ме? Әңгіме осында. Сондықтан қазақтар бұл халықаралық геосаясатта ешкім құтқарушы құдай емес, періште емес. Бірақ періште тарихта да болмаған, болашақта да болмайды. Ақиқат тек жаратушының арғы дүниесінде бар. Ал бұл дүниеде алыс, жұлыс, соғыс, тартыс, қырқыс, шабыс емтихан тапсырамыз. Ал біз осы әлемдік алпауыттардың ортасынан қазақтың мүддесін түгендеп алсақ болды. Біздің кегіміз кеткен жауымыз Орыс. Осы күнге дейін бізді сорлатып отырған Орыс пен Қытай. Осы күнге дейін бізді сорлатып отырған Орыс пен Қытай. Осы Орыс пен Қытайдан құтылу үшін біз Америка, Еуропамен одақ болғаннан басқа жол жоқ.